Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Ағай, бізді не үшін шақырдыңыз? Балалар, сендер шақырған себебім бізде алдымызда үлкен біздің жаңа жылымыз ол Наурыз мейрамы келеді. Сол себепті сендерді шақырған себебім сол. Наурыз мейрамында біз ұлттық ойындар ойнаймыз, иә? Бізде бірінші ойын ойнаймыз, ол ақ сандық, көк сандық. Білеміз ғой? Иә. Екінші ойын таяқ тарту. Білеміз ба? Иә. Үшінші ойын қан талапай, мына жерде ойнаймыз. Ол қан талапай асық ату ойыны. Ойынға дайынбыз ба барлығымыз? Иә. Жақсы. Ендеше ойынымызды бастайық. Балалар, дайынбыз ба? Бастаймыз ба жарыста? Иә. Бірінші бізде Бексұлтан, Нұрасыл. Ал, қол ұстаймыз. Бастадық. Жақсы. Болды. Жеңімпаз бізде әкел болды. Бексұлтан болды. Келесі саған ойынша. Ал, балалар, келесі ойынымыз біздің таяқ тарту ойыны. Ойынды білеміз ғой? Иә. Кім бастайды бірінші? Кел ғой. Мына жерге бір отырамыз, мына жаққа келесі. Қарама қарсы. Аяқтарымызды тірейміз. Кім бірінші тартып көтеріп алады, сол жеңімпаз болады. Енді таяқ жіберген кезде бастаймыз. Балалар, біздің үшінші ойынымыз ол қан талапай асық ату ойыны. Асық ату ойыны қан талапай. Ол ішінде, осы ойынның ішінде мындай қызыл түсті ерекше бір асық болады. Қан асығы дейді, иә? Мысалы, мен қазір бір жерге сендерге таратам. Сол кезде таратқан кезде сендер таласасыңдар. Сонда кімнің қолында осы түседі, сол бала бірінші ойына бастайды. Түсінікті ма? Иә. Балалар, мен қазір талапай, табылды ойын алақай дегенде сендер қан талапай деп айтасыңдар. Түсінікті ма? Солай ойын басталады. Мен қазір ортаға шашамын. Сендер жақындайсың, ақырын өздеріңіз жинап аласыңдар. Талапай, табылды ойын алақай.